Борсық майының пайдасы. Борсық майы өкпенің қабынуы мен созылмалы бронхит, асқазанның ойық жарасы, 12 қарс ішек аурулары секілді ертеден бері халықтық емде кеңінен қолданылып келеді. Әсіресе борсық майы өкпе туберкулезі көптеген қауіпті ауруларды емдеуге жақсы нәтижелер береді. Борсық майы пайдалы болуы, олардың қыс бойындағы ұйқы кезінде бойларына көптеген пайдалы заттарды май түрінде жинауы екен. Ол майдың құрамында: бірінші, жартылай құнарланған май қышқылдары, ол ағза тіндерін тамаша қоректендіреді. Екінші, қатерлі ісікті болдырмайтын олеин қышқылдары, зат алмасуды жақсартады. Үшінші, түрлі минералды заттар. Төртінші, А дәрумені, онкологиялық ауруларды ескертеді, шаш пен терінің, тырнақтың қалыпты жағдайын сақтайды. Бесінші, В дәрумені, ағза үшін ең қажетті өмірлік қуат көзі. Туберкулез, өкпенің қабынуы, іріңді бронхит кезінде борсық майының қолдану ережесі. Ересектер үшін 1 және 3 ас қасық борсық майын тамақтануға дейін 1 сағат алдында ішке қабылдау керек. Емдеуді 1 ай бойы жалғастырған жөн. Содан кейін 2 мен 4 апта үзіліс жасап, дерттің ауырлығына байланысты емдеуді тағы да жалғастыру қажет. Туберкулезді емдеу үшін борсық майы ұзақ қабылданады. Борсық майы күйгенге, терең жарақат алғанда, буын ауруларында теріге жағу арқылы қолданылады. Қатаң ескерту: бауыр, өт жолдары, ұйқы безі ауыратын және жасы 6-ға толмаған балалар үшін қолдануға мүлде болмайды. Жанама әсері ретінде бөртпелер пайда болып, жүрек айнып, іш өтуі мүмкін.